Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәл осылай кереметтей болып шығатын өзбекский плов жасайтын боламыз. Видео рецепті жоғалтылмас үшін алдымен каналыма подписаться жасап, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Достар, менің тамағыма мән бермейміз. Кішкене грипп болғаннан кейін даусым кішкене өзгеріп тұр. Сонда да сіздерге ұсынар контенттерімді дәл осылай арасын үзбей салып отырайын деп шештім. Алдымен осылай қызып тұрған майымызға етімізді алдымен салып, етімізді қызартып қуырып алатын боламыз. Кейбір адамдар бірінші пиязын салып, пиязын қуырады, ол да болады. Мен көбіне осылай етімізді бірінші салып қуырып аламын. Оның үстінен жуып тазалап, туралған пияздарымызды салып, оны да кішкене уақыт қуырып алғаннан кейін пияздарымызды, етімізді кішкене қызартып қуырсақ, сонда біздің палауымыздың түсі өздігінен сарғыш болып шығады. Оның үстінен осылайша туралған сәбізімізді салып, оны да жақсылап араластырып, осылайша қуырып алатын боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылайша үстінен тұзымызды, зіремізді салып аламыз. Барлығын салып жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай красителдің қажеті жоқ. Достар, біздің палауымыздың түсін беру үшін кейбір жерлерде куркума қосады. Дәл осылай куркума қосқыларыңыз келсе, мен сияқты жарты чайный ложка куркума жетеді. Қатты көп қоспаңыздар, қатты көп қоссаңыздар куркуманың дәмі шығып кетеді. Дәл осылайша куркумамызды салып алғаннан кейін барлығын бір келкетіп араластырып алатын боламыз. Көбіміз палауды жасауды білеміз, но арамызда кейбір студент балдар бар, қалай жасау керектігін білмейтін, және жас келіндер бар, қалай жасау керектігін білмейтін. Бұл контентім көбіне сол кісілерге пайдалы болсын деп шығардым. Дәл осылай үстінен бір күн алдын ноғатымызды дәл осылай суға салып, кішкене ноғаттарымызды ісіртіп алатын боламыз. Бір күн алдын суға салуымыз керек. Осылай ноғатымызды салып кішкене араластырып алғаннан кейін үстінен етімізден сәл 1-2 сантиметр көптеу суымызды құйып қайнататын боламыз. Қайнап шыққаннан кейін біраз уақыт қайнатамыз, тағы да 5-10 минут қайнатып, одан кейін ғана күріштерімізді салатын боламыз. Суды құйған кезде мұқият боламыз. Суымызды өте көп құймаймыз. Себебі біздің күрішіміз салған кезде күрішімізден өте қатты көп су көбейіп кететін болса, біздің тамағымыз шәуле болып қалады. Сондықтан да бірінші су құйған кезде аздау құйғанымыз дұрыс. Күрішті салған кезде егер де су жетпей жатса, дәл осылай қайнаған судан кішкене қосып жіберсеңіздер, ештеңе етпейді. Дәл осылай қайнаған суымыз кішкене қосып, енді күріштеріміз пісуге қақпағын жауып қоятын боламыз. Міне біздің күріштеріміз пісіп, суы тартылды. Енді палауымызды демдейтін боламыз. Жан-жақтарының барлығын осылай кепкірдің көмегімен күріштеріміздің барлығын ортаға үйіп алатын боламыз. Көп адамдар палау жасауды біледі, но сонда да студенттерге, енді келін болып түскен жандарға арналады. Керекті заттардың барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Осылайша жуып тазартылған осылай 2 дана чесногымызды осылай күрішіміздің үстінен осылай тығып қоятын боламыз. Және осылай кепкірдің көмегімен осылайша тесікше жасап алдым. Сіздер қасықпен жасасаңыздар да болады. Бұл біздің бұлай тесікше жасауымыздың себебі арасында піспей қалған күріштеріміздің таза пісуіне және суы жақсы тартылуына көмектеседі. Дәл осылай тесікшелерін жасап алғаннан кейін қазанымыздың қақпағын жауып, ең баяу отқа қойып, 5-10 минутқа тағы да әрі қарап демдейтін боламыз. Қақпағын жауып қоясыздар. Міне біздің палауымыз пісіп дайын болды. 5-10 минуттан кейін алып, қазанымыздың астын өшіріп, тағы да бір 5 минуттай уақытқа қойсаңыздар, одан да жақсы болады. Міне біздің палауымыз енді тамақты сүзер алдын осылай чесноктарымызды алдын ала алып қоятын боламыз. Және легенімізге палауымызды араластырып барып сала беретін боламыз. Достар, егер де менің видео рецептім сіздерге ұнаған болса, каналыма міндетті түрде подписка жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге салған контенттерімнің барлығын бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Алмагүл. Қош сау болыңыздар.